Жамбыл облысының әкімі Нұржан Нұржігітовтің Жамбыл ауданына жұмыс сапары Шайқорық ауылындағы Шегебаев шаруа қожалығының жүгері егін алқабын көруден басталды. 9 гектарға дәндік жүгерінің пионер сұрыпын еккен шаруа қожалық әр гектарынан кемінде 5 тоннадан алуды жоспарлап отыр. Аудан бойынша 2000 гектарға жуық дәндік жүгері егілген. Егістік алқап басында Жамбыл ауданы әкімінің орынбасары Ербол Жиенқұлов жалпы ауыл шаруашылық көрсеткіштеріне қысқаша тоқталып өтті. Оның айтуынша ауданда барлығы 59,9 гектар егістік алқабы бар десек, оның 31,3 гектары суармалы алқап, 8,2 гектарға су үнемдеу технологиялары енгізілген. Аудан бойынша 20 гектарға жуық алқапқа дәндік дақылдар себілген десек, қазіргі таңда егін ораға қызу жүруде. Бүгінге дейін 16,3 тонна дән бастырылған. Сондай-ақ облыс әкіміне вегетациялық кезеңінің өту барысы су жеткізу бойынша жұмыстар мен мәселелер баяндалды. Бұдан соң аймақ басшысы Көлқайнар ауылдық округіндегі Тастөбе ауылындағы Қызыл Дихан шаруа қожалығы өндірістік кооперативінің қызылша алқабы мен арпа жүгері алқаптарымен де танысты. Несін алдыра? Субсидиясын тұқымның алдыра. 50% шықпайды, 20 мыңнан да. Кооператив жалпы 160 гектарға қант қызылша, 300 гектарға жаздық арпа, 50 гектарға дәндік жүгері отырғызған. Агроқұрылым су үнемдеу технологияларында тиімді пайдаланып, ұңғыма қазу ісінде қолға алған. Сонымен қатар Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институты жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен жаздық арпаның элита тұқымын алған кооператив алдағы уақытта оны жергілікті шаруаларға таратуды жоспарлауда. Облыс әкімі қазіргі таңда мемлекет тарапынан ауыл шаруашылығына көрсетілетін қолдаудың ауқымды екенін атап өтіп, аянбай еңбек еткен шаруалардың мол өнімге кенелу мүмкіндігінің жоғары екендігін жеткізді. Мағжан орынбасар, Ислам Қамшыбек, Бақтияр Асаубаев, Жеті Ньюс, Жамбыл ауданы.